Hello students, how are you? Сәлеметсіңдер ме оқушылар, қалдарың қалай? Бүгін біз сіздермен 3-ші сыныпқа арналған People's Book кітабының 26 және 29 беттеріндегі тапсырмаларды орындайтын боламыз. Exercise number 22, page 26. Read and choose, then listen and check. Оқы және де таңда, одан кейін тыңдап белгіле дейді. School rules, яғни мектеп ережелері. Сөйлемдер берілген, біз must немесе mustn't екеуінің біреуін таңдауымыз қажет. We must wear a uniform. Біз мектепте униформа киюіміз керек. Бұл жерде must. Екінші сөйлем. We mustn't chew gum. Біз сағыз шайнамауымыз керекпіз. Үшінші сөйлем. We mustn't shout in class. Біз сыныпта айқайламауымыз қажет. Төртінші. You mustn't drop a letter. Біз қоқыс тастамауымыз қажетпіз. Бұл сөйлемге mustn't-ты белгілейміз. Бесінші сөйлем. We must be quiet. Be quiet дегеніміз тыныштық сақтау. Біз сыныпта тыныштық сақтауымыз қажет. Алтыншы сөйлем. We must be kind to others. Біз басқаларға мейірімді болуымыз қажет. Жетінші сөйлем. We mustn't climb on the desks. Біз парталардың, орындықтардың үстіне шықпауымыз қажет. Сегізінші. We must do our homework. Біз үй жұмысын орындауымыз керек. Exercise number 23. Where were they yesterday? Олар кеше қайда болды? Read much and say. Оқы, сәйкестендір және де айт дейді. Жоғар жақта 6 сөйлем берілген және де оның астында A, B, C, D, E, F жауаптар берілген. Бұл жерде кеше қайда болдың? Яғни біріншісін жасап көрейік. You must be quiet. Сен тыныштық сақтауың қажет. Енді әріптердегі сөздерге қараймыз. Қай жақта тыныштық сақтауың қажет? At the library. Кітапханада. Яғни олар they were at the library. Кітапханада болды. Бірінші сөйлемге біз be әрпімен жауап береміз, яғни they were at the library. Олар кітапханада болды. Екінші сөйлем you mustn't dive. Жүзуге болмайды деп тұр, бізде жауабы D. At the pool. They were at the pool. Олар кеше бассейнда болды. Үшіншісі you must keep off the grass. Жасыл шөпті таптауға болмайды. Бізде үште жауабы C болады. At the park. They were at the park. Олар паркте болды. Төртіншісі you mustn't park your car here. Машинаңды қоюға болмайды, яғни парковка жасауға болмайды. In the street. They were in the street. Бұл жерде жауабы A болады, яғни көшеде машина қоюға болмайды. Келесі бесінші you mustn't feed the animals. Жануарларды тамақтандыруға болмайды. Бұл жерде жауабы F болады. At the zoo. They were at the zoo. Кеше олар хайуанаттар бағында, яғни зоопаркте болды. Алтыншы сөйлем. You must stand behind the yellow line. Сары түсті линияның алдында тұру қажет. Бұл жерде жауабы E болады. At the train station. They were at the train station. Олар кеше теміржол вокзалында болды. Енді келесі тапсырманы орындаймыз. Talk with your friends. Досыңмен сөйлес. Then write your classroom rules. Одан кейін оның сынып ережелерін жаз дейді. My classroom rules. Менің сынып ережелерім. Мысал ретінде екі сөйлем жазайық. Біріншісі we mustn't eat in class. Бізге сыныпта тамақ жеуге болмайды. Екінші сөйлем we must do homework. Біз үй жұмысын жасауымыз қажет. Exercise number 24. Let's think. Кел, өлең айтайық. Classroom rules. Сынып ережелері. Follow the classroom rules when you go to school. Сынып ережесін сақтаңыз мектепке барған кезде. Follow the classroom rules because that's how to be cool. Сынып ережесін сақтаңыз, себебі бұл өте керемет. You must stay in your seat and keep your desk neat. Сыныпта өз орныңда отыру керек. Және де партаңызды, столыңызды ұқыпты таза ұстауыңыз қажет.
Follow the classroom rules because that's how to be cool. Сынып ережесін сақтаңыз, себебі бұл өте керемет. You must be there on time and never jump the line. Уақытында келу қажет және де линияны аттамау қажет дейді. Follow the classroom rules because that's how to be cool. Сынып ережесін сақтаңыз, себебі бұл өте керемет. Exercise 25, choose and complete. Таңда және де белгіле дейді. My rules of the day. Менің күнделікті ережем. Жоғары жақта during the day, at night, at sunrise, at sunset деген сөздер берілген. Сол сөздерді біз осы 4 суретке қойып шығуымыз қажет. During the day дегеніміз күні бойы. At night түнде. At sunrise күннің шығуы, at sunset күннің батуы. Бірінші сөйлем I get up at sunrise. Мен күн шыққанда тұрамын. Екінші сөйлем I go to school during the day. During the day дегенді қоямын. Мен күндіз мектепке барамын. Үшінші сөйлем I have dinner at sunset. Мен күн батқанда кешкі асымды ішемін. Төртінші I go to bed at night. Мен түнде ұйықтаймын. Келесі жаттығу time for clear social science. Out at night. Түнде дейді. Exercise number 26. Read, choose and complete, then listen and check. Оқыңыз, сәйкестендіріңіз және де толықтырыңыз дейді. Одан кейін тыңдаңыз, оны қайтадан тексеріңіз дейді. Be right, be seen деген сөздер берілген. Бұл жерде яғни қараңғы батқанда түнгі уақытта қандай киім кию қажет сол туралы айтылған. Be right дегеніміз жарқын, ашық түсті киімдер кию. Be seen көрініп жүр. Оқиық. Cars have got lights, but they may still not see you. So this is what you must do. Машиналардың, яғни көліктердің жарықтары бар, бірақ олар көрмей қалуы мүмкін сендерді. Сондықтан мына ережелерді сақтап жүрсеңіздер болады делінген. Біріншісі, wear bright colorful clothes on a dark day or when it is almost night. Ашық және де түрлі түсті киімдерді кешкі және де қараңғы уақыттарда киіп жүріңіз. Екіншісі, wear reflective caps, vests, belts and shoes when you are out at night. Сөйлемнің аудармасы қараңғы уақытта жарық беріп тұратын киімдерді, яғни кепка, жилет, белбеу және де аяқ киімдерді кию қажет дейді. Үшіншісі, carry bright colorful bags, decorate your things with cool bright zips and stickers. Түнгі уақытта ашық, түрлі түсті сөмкелер ұстаңыз. Және де түнгі уақытта өздеріңіздің заттарыңызды әртүрлі ашық заттармен әрлеп алыңыз дейді, яғни жабыстырып алыңыз. Exercise number 27, read and match. Оқыңыз және де сәйкестендіріңіз. Бұл жерде бір-біріне қарама-қарсы, яғни антоним сөздерді табуымыз қажет. Бірінші бізде new. New ол жаңа. Оған old. Old ескі. Яғни екеуін сәйкестендіреміз. Жаңа, ескі. Антоним сөздер. Екінші бізде big. Big дегеніміз үлкен. Оған қарама-қарсы кішкентай. Кішкентай дегеніміз small. Үшінші long. Long бізде ұзын. Оған қарама-қарсы қысқа. Қысқа дегеніміз short. болады. Төртінші bright. Жарық. Оған қарама-қарсы dark. Қараңғы. болады. Бесінші warm. Жылы. Оған қарама-қарсы cold. Суық. болады. Exercise 28, read and tick. Оқы және де суреттерге қарап, астындағымен A немесе B суретімен сәйкестендіріп отыр. A суреті кеш батқан кезде, B суреті күн жарықта. Бірінші сөйлемде оқимыз, the day is darker. Күн қараңғы дейді. Яғни бұл бізде A суретіне сәйкес келеді. Екінші сөйлем, the boy is older. Бала үлкенірек дейді. Бұл бізде B суретіне сәйкес келеді. The bike is newer. Велосипед жанарақ дейді. Бұл бізде A суретіне сәйкес келеді. The helmet is bigger. Баланың шлемі басына киген, яғни шлемі үлкендеу дейді. Бұл бізде B суретіне сәйкес келеді.
The west is brighter. Жилеті, west деген жилеті ашықтау. Бұл бізде B суретіне сәйкес келеді. Алтыншы сөйлем, the bag is smaller. Сумкасы кішірек дейді. Бұл бізде B суретіндегі балаға сәйкес келеді.